Қызылордалық оқушы Асылжан Абдуллаев жасанды интеллектіні қазақша сөйлетті. Оның қазақ GPT деп аталатын жобасы шетелдік сарапшылардың да қызығушылығын тудырып отыр. Жасанды интеллект бұйрықты бұлжытпай орындайды. Сурет салады, дыбыстап жауап береді, мәтін жазады, тіпті есепте шығарады. Ең бастысы қазақ тіліндегі кез келген сауалға жауап алуға болады. 16 жастағы бозбала жасаған жобаның артықшылығы осы. Бұл бағдарламаны смартфонда да пайдалануға болады. Кэндалл Бройнс деген Қазақстандағы ақштың стратегиялық адвайзері бар. Сол кісінің алдында өз жобамды қорғаған болатын, яғни қазақ GPT-ді. Жалпы өте керемет отзыв берді. Одан бөлек менің еңбек жетістіктерім бірі, ол менің ойымша жаңашылдық, яғни жобалардың жаңашылдығы. Ол қайталанбас, менің ойымша үлкен жетістік. Жоба бірнеше республикалық халықаралық байқауларда үздік деп танылып, Асылжан Астана IT университетінің грантын жеңіп алған. Қазірдің өзінде бұл бағдарламаны 2000-нен астам адам пайдаланады дейді автор. Асылжанның ендігі арманы Кореяның Сеул Тех университетінің грантына ие болып, цифрлық технологиядағы ізденісін тереңдете түсу.